Так, 3ds Max ашылғаннан кейін біз бағана жасаған файлымызды импорт жасауымыз керек. Ол үшін файл, импорт және жаңағы файлымызды таңдаймыз. Менде рабочий столда тұр. Ол plan 1 деп аталады. И мына жерде rescale деген жерде галочка тұру керек. Сосын incoming file units деген жерге қараймыз. Бұл біз жүктеп жатқан файлдың өлшем бірлігі қандай. Біз автокадта миллиметрмен сызғаннан кейін мына жерге миллиметр таңдаймыз. Миллиметр тұрады, окейді басамыз. Мына бізде жаңағы салған планымыз шықты. Енді біз бұған толщина береміз, яғни қалыңдық беруіміз керек. Қалыңдық болғанда shell деген модификатор арқылы біз өзіміздің стенамызды көтереміз. 3ds Max'та мына екінші параметр модификаторлардың бөліміне өтеміз. Modifier listқа кіреміз дағыны shell деген модификаторды табамыз. Осыны басқаннан кейін бөлменің биіктігін 3100 деп бере берейік әзірше. Қап-қара объектпен жұмыс жасаған бізге сәл қиындық туғызады, яғни F4-ті басып сеткаларын көре аламыз. Және бұның материалын ауыстыру үшін M немесе Material Editor'ды осылай ашсақ болады. Басып, мына жерде енді корона материалын беруіміз керек. Бізде коронаны рендер движок ретінде қойылмаған. Коронаны рендер движок ретінде қою үшін рендер сетапты ашамыз. Мына жерде рендер деген жерде R0-тың орнына коронаны басамыз. X-ті басып жабамыз рендер сетапты. Және енді Material Editor'дың ішінде мышканың оң жағын басып Materials, Corona Legacy MTL деген таңдаймыз. Corona Legacy MTL деген таңдап материалымыздың, яғни біз коронаның стандартты материалын жасадық мына жерге. Үстін бір рет басамыз. Мына жерде объектімізді таңдаймыз. Сосын assign to selected material деген төртінші тұрған иконканы бассақ, біз таңдаған объектке мына жердегі материалды береді. Осылай біз өзімізге сәл ыңғайлы болу үшін материал беріп аламыз объектіге. Енді мына viewportты үлкейту үшін 3ds Max Alt W деген кнопканы басамыз. Енді міне қарап тұрсаңыздар, сол жақ астыңғы бұрышта мен басып атқан барлық клавиштер көрініп тұрады. Alt V, Alt W деген клавиштер арқылы біз қалаған viewportымызды осылай үлкейте аламыз, немесе керісінше басты viewporттардың несіне шыға аламыз. Осылай перспективада жұмыс жасайтын боламыз. Қалыңдығын бергеннен кейін енді бізге есік пен терезенің проемын жасау керек. Есік пен терезенің проемын жасау үшін біз өзіміздің осы объектімізді таңдап, бұған edit poly деген модификатор береміз. Модификаторлардың списігіне кіріп, edit poly таңдаймыз. Edit polyді таңдағаннан кейін нүктелер режиміне өтеміз дағыны. Мына бағана қалдырып кеткен нүктелерімізді есік пен терезенің проемына қалдырып кеттік, осылар бізге көмектеседі. Осыларды таңдап бір-біріне қосуымыз керек. Мына екі араны, астындағы екі араны. Ол үшін осылай таңдаймыз төрт нүктені, одан кейін connect деген кнопканы басамыз. Мына жерде де мына екі нені таңдаймыз нүктені, содан кейін мына екеуін таңдау үшін қосымша, егер мен дәл қазір осылай мышканы басып тұрып таңдай салатын болсам, мына екеуі алдыңғы таңдағандарым жоқ болып кетеді. Сол екеуін бірге таңдау үшін Ctrl-ді басып тұрып таңдаймын. Ctrl-ді басып тұрып таңдаймын, connect-ті басамын. Мен артық таңдап жүрген екен мына жерде. Мына екеуін таңдаймын, и сосын мынаны таңдаймын, Ctrl-ді басып тұрып. Одан кейін connect-ті басам. Дәл осылай есікке де мына екеуін таңдаймын, connect-ті басам, мына екеуін таңдаймын, астында екеуін таңдаймын, и connect-ті басам. Қосып алғаннан кейін бізге енді проемның подоконник пен оның терезенің төбесіндегі биіктікті беру керек. Ол үшін мен екінші ребра бөліміне өтем, яғни edge бөліміне өтем. Мына екі қабырғаны таңдаймын, мына екеуін таңдаймын. Содан кейін барып, мен жай ғана connect-ті бассам, егер мен connect-ті басатын болсам, маған екі жағынан бір-бір неден ғана сызықтан ғана бөліп береді. Маған негізі екеу керек, біреуі подоконникке, біреуі терезенің үстіне. Сол үшін мен connect-тің жанындағы мынандай параметрлер бөлімін басам, иконкасын, оны басқан кезде connect-тің параметрлер шығады. Яғни біріншісі бұл бөлімдер саны, мен 4-ке бөле аламын осылай. Маған қазір екеу керек, 2-ге бөлемін. Екіншісі олардың ара қашықтығы, үшіншісі смещение, яғни қай жағына қарай жақын болады. Астыға немесе үстіге қай жағына қарай жақын болады деген. Екеуін таңдаймын, мыналарды 0-ге қоя саламын, галочканы басамын. Содан кейін менде бөлінген терезенің проемы почти дайын болып қалады. Енді проемды өзін жасау үшін мен полигондар бөліміне өтемін. Екі полигонды таңдаймын, бір-біріне қарама-қарсы тұрған, және bridge деген кнопканы басып, осылай проемды жасаймын. Проект бойынша бізде терезенің өлшемі 1020, қателеспесем, ал терезенің биіктігі 2580 болу керек. Осылай бізде терезенің проемы дайын болды. Есіктің проемды дәл осылай жасаймыз. Қабырғалар бөліміне өтеміз edge-ге. Мына екеуін таңдаймыз, мына екеуін таңдаймыз.
сонымен жаңағыдай коннекттің параметрін ашамыз. Бізге негізі бұл жерде біреуі жеткілікті. Мына жерге біреуін қалдырсақ болады. Сонымен галочканы басамыз. Енді полигондарға өтіп, мына полигонның бәрін өшіріп тастасақ болады. Яғни осылай таңдаймын, бергі жақтағы, арғы жақта және астыңғы полигон бізге керек емес. Осылай таңдағаннан кейін delete-ті басып, олардың бәрін өшіремін. Қабырғаларға қайтадан өтіп, енді бізге қарасаңыз, мына ненің барлығы ашық болып тұр, есіктің проемының. Яғни ішіндегі қуыстардың бәрін көріп тұрық. Осыларды енді бізге жабу керек, геометрия сәл дұрыс көріну үшін. Мысалы, мына екі проемды таңдаймын. Екі қабырғаны таңдаймын. Бридж арқылы оларды бір-біріне қосамын, осылай жабамын. Дәл солай мына екі қабырғаны да таңдаймын, бриджді басамын. Мына екі қабырғаны таңдап, бриджді басамын. Осылай біз геометрия, дұрыс таңдалмапты. Мына екі қабырғаны и бриджді басамын. Осылай мен геометрияны қалпына келтірем. Содан кейін енді терезенің, есіктің биіктігін дұрыстау керек. Полигондар бөліміне өтемін. Мына астындағы осы бір полигонды таңдаймын. Осыны енді 2400-ге көтеремін. Есіктің биіктігі 2400 Z бойынша. Z осі бойынша. Енді бізге еденді жасап алу керек. Еденді жасау үшін бізге ішкі контур керек. Еденді біз флур генератор және мультитекстура деген плагиндер арқылы жасайтын боламыз. Ол плагиндерді орнату үшін алдымен біз 3ds Max'ты жаба тұруымызға тура келеді. Яғни біз бірінші жабайық, сценамызды сақтайық. Бұл плагинді бір рет орнатқаннан кейін оны қайта-қайта орнатудың керегі жоқ. Ол сіздің 3ds Max'ыңызда қалады. Мен мына жерге гардероб деп осы жерге сақтай салайын. Сіз де өзіңіздің қалаған бір папкаңызға сақтаңыз. Осы сабаққа арнап папка ашып. Енді бізге мына файлды жүктеп аласыздар сіздер. Дәл осылай сіздерде де шығады. Сосын бірінші флур генератор деген папкаға кіреміз. Версия 2.10. Сосын 3ds Max'тың версиясына қарайсыз. Менде 2024 жыл. Мына жерде флур генератордың 2024 жылғысын таңдаймын. Таңдап Ctrl-C батырмасын басамын. Сосын 3ds Max'қа мышканың оң жағымен басып, бұның корневой папкасына қарай өтуіміз керек. Яғни мышканың оң жағын басып, расположение файла дегенді басамын. И осы жерден plugins деген папканы тауып алуым керек. Осы жерге мен флур генератор мен мультитекстураны тастауым керек. Флур генераторда қарай тастаймын, Ctrl-V-ны басып, артқа қарай жүремін, мультитекстура қайттан кіремін, 2024 жылғы версиясын таңдап аламын, Ctrl-C, мына жаққа кіріп, Ctrl-V деп қайтадан басамын. Осылай біз плагинді орнаттық, барлығын жаба берсек болады, және қайтадан 3ds Max'ты ашамыз. 3ds Max ашылғаннан кейін біз соңғы жасаған файлымызды ашу үшін Open Recent деген бөлімге өтсек, біздің соңғы сақтаған файлымыз тұрады, гардероб 1 деген, осыны басып, біз файлымызды қайтадан ашсақ болады. Енді флур генератор деген плагин қалай жұмыс жасайды? Т кнопкасын басып төбеден қараған видке өтемін. Флур генератор қалай жұмыс жасайды? Флур генератор линиямен немесе кәдімгі геометриямен жұмыс жасайды. Мысалы, плюсті басып, сплайндар бөліміне өтіп линия жасаймын. Shift'ті басып тұрып, былай тіке қылып барынша осылай бір линия жасап шығамын. Линия жасап, енді мен модификатор листті ашып, осы линияға флур генератор модификаторын қолдансам, міне қарасаңыздар, бұл флур генератордың енді параметрлерін өзгертуіміз керек. Паркеттер тым үлкен, оларға жауап беретін екі параметр бар. Біріншісі max length, яғни планкалардың ұзындығы. Екіншісі max width, яғни ені, планкалардың ені. Қарапайым ламинаттың мысалы размерін қойсақ болады, 1500-де, немесе 1700-де, 150 деген секілді ме. Екінші параметр бұлардың арақашықтығы, яғни планкалардың арақашықтығы. 5 мм немесе 3 мм-дің өзі жеткілікті болады. Кейде зазор шынайы өмірде көрінбеуі мүмкін, бірақ біз программада рендеріңізде анық көріну үшін планкалардың несі арақашықтығы 2-3 немесе 4 мм-ге дейін қоя береміз. Себебі паркет екені, ламинат екені бұлай көрініп тұру керек. Одан кейінгі параметр offset. Offset дегеніміз жаңағы планкалардың орналасуы. Қандай ретпен орналасады? Егер 0 десек, олардың барлығы бірінен кейін бірі орналасады осылай. Қарасаңыздар. Бұлай біз плиткаларды жасасақ болады. Ал егер кәдімгі паркетті керек болса, бір 33 не болмаса, басқа параметрді қимылдат жердім, 33 немесе 44 деген сияқты. 50 десеңіз кірпіштікіне ұқсайды. Мысалы 250-де
60 десеңіз кәдімгі мынандай кірпіштің раскладкасын жасап бере алады. Флур генератор деген осындай плагин. Одан кейінгі параметр экструд. Экструд бұл флур генератордың, мысалы F-ті басып алдынан қараған ветке өтсек, оның қаншалықты шығыңқы болып тұратыны. Яғни 10, 20, 30, 100-ге дейін барады максимум. Ары қарай кететін болсаңыз, уже оны қолмен edit poly арқылы өзгерту керек болады. Одан кейінгі параметр bevel. Bevel дегеніміз мына F деген параметрді басқан кезде бізде мынау 100 болса, 100-ден кейін яғни фаска тұр. 5 мм фаска. Оны өшіріп қойсақ болады, бізге қатты керек жоқ. Не болмаса қосып проектіңізде керек болса, F-пен алдынан қараған ветке өтсек, оны көбейтіп немесе азайта берсеңіз болады. Линиямен өз контурымызды сызып аламыз керек. Содан кейін сол контурға флур генераторды қолданамыз. Линияны басынан бастап сызып жүрмес үшін мен сіздерге бір шешімін көрсете аламын. Яғни өзіміздің объектімізді таңдап, осы объекттің мына контурынан линия шығарып алсақ болады. Оны қалай істейміз? Объектін таңдаймыз, edit poly, қабырғалар бөліміне өтеміз. Астыңғы осы линияларды таңдап шықсақ болады. Ішкі линияларды. Есіктің проемы қалдырып кетеміз. Және осы жерде create shape деген параметр бар. Осының settings деген иконкасын басамыз. Сосын linear деген режимге қоямыз. Сізде smooth тұру мүмкін. Біз linear таңдауымыз керек. Және OK-ді басамыз. Қабырға бөлім режимінен шығамыз толығымен. Сонымен өзіміз жасаған мына линияны таңдауымыз керек. Линияны таңдағаннан кейін бізде мына жерде көріп тұрсыздар, линиямыз тұйық емес, мына жер ашық. Оны жасау үшін нүктелер бөліміне өтеміз. Create line деген батырманы басамыз. Одан кейін привязканы қосамыз. Привязка сізде 2,5-2 болып тұрса, 3-ке қоямыз міндетті түрде. Сәл ұзақ басып тұрсаңыз, осылай режимдер шығады, 3-ке қоямыз. Привязка осылай жанып қосылып тұру керек. Және 2 нүктені таңдаймыз. Яғни нүктелерді қосу керек пе деп сұрап жатыр бізден дәл қазір. Біз иә деп жауап береміз. Егер сіз жаңа привязканы қосқаннан кейін мыналар бір-біріне дұрыс қосылмаса, мен Ctrl-Z-ті басып артқа қарай қайтайын. Біз привязканың настройкасын дұрыс жасауымыз керек. Привязка қосылып тұрғаннан кейін мышканың оң жағын привязкаға басамыз. Snaps деген бөлімде vertex пен midpoint-қа ғана галочка қоямыз. Сізде grid point қосылып тұруы мүмкін, face қосылып тұруы мүмкін, edge segment қосылып тұруы мүмкін. Осының бәрін алып тастаймыз да, бәрін бірінші алып тастаймыз, немесе clear all дегенді бассақ болады. Және vertex пен midpoint-қа ғана галочка қоямыз. Осы екеуі ғана проект бойынша бізге керек болады. Осы екеуін қосқаннан кейін привязка қосылып тұр. Create line дегенді басамыз. Мына нүктені және екінші бір нүктені басқаннан кейін yes деп жауап береміз. Мышканың оң жағын басамыз. Create line өшу үшін себебі бұл қосылып тұрса, біз бір жерді басқан кезде қайтадан бір жаңа линия жасалып кетуі мүмкін. Мышканың оң жағын басамыз. Мына линияны өшіру үшін сегмент бөліміне өтеміз. Міне, қайтадан қосылып кетті. Мышканың оң жағын жанып тұр, қараймыз. Жанып тұрса, мышканың оң жағын қайтадан басуымыз керек. Өшті. Сегмент бөліміне өтеміз. Мына керек емес линияны таңдаймыз. Delete пен өшіреміз. Енді келесі біз сегмент бөліміне өтіп, біз есіктің проемындағы осы бір нені таңдаймыз. Shift-ті басып тұрып, X өсі бойынша алға қарай жылжытамыз. Себебі паркет қазір біздің мына есіктен сәл шығыңқы болып тұру керек. Себебі рендерде дұрыс көріну үшін, есіктің астында шел болмас үшін. Осылай жасап алғаннан кейін, егер сіз линия, Ctrl-Z басып артқа қарай қайттым, егер линияны X өсімен ұстай алмай жатсаңыз, X өсі сізде ұсталынбайтын болса, сіз қайтадан привязкаға кіруіңіз керек. Опциясына мышканың оң жағын басып, Options бөліміне кіресіз. Enable Access Constraints деген жерге галочка қоюыңыз керек. Осы галочканы қойғаннан кейін сіз әр осьті бөлек-бөлек осылай ұстай алатын боласыз. Мына линияны ұстаймыз. X өсі бойынша Shift-ті басып тұрып жылжытамыз. Ұзаққа да былай созасаңыз болады. Привязканы өшіреміз. Осы жерге дейін алып келсеңіз болады. Бізде және мынандай қазір проблема болуы мүмкін. Сегмент бөліміне шығамын, осының үстін басып. Енді бұған флур генераторды беріп көрейік. Флур генераторды басқан кезде бізде жоқ болып кетуі мүмкін. Бұдан қорықпаңыз, себебі біздің линиямыз әлі де тұйық емес. Біз алдында мына жерге линия сызған кезде бізден сұрады ғой, нүктелерді қосайық ба деп. Бұл соңғы нүктені ғана сұрады. Ал бірінші нүктені бұл қосқан жоқ. Яғни мына жерде әлі екі нүкте мына жерге келіп бітетімен, мына жақтан былай келіп бітетін нүкте қосылмаған бір-бірімен. Оларды қосу үшін нүктелер бөліміне өтеміз. Мына жерде екі нүктенің бар екенін білеміз, сол екеуін таңдаймыз. Және weld деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін мына жерде уже тұйықталды. Нүктелер режимінен шығамыз. Осыдан кейін барып енді флур генераторды берсек болады. Флур генераторды бергеннен кейін мына жаңағы параметрлермен біздің еденіміз шықты. Бірақ бізге бұндай еден емес, елочка ретінде еден керек. Қателеспесем, французский классика, французский паркет деп айтады.
Бұны жасау үшін бізде флур паттерн деген параметр бар флур генератордың ішінде. Бұл стандартты паттерн қазір біздің бағанадан бері жасағанымыз. Бұдан бөлек тағы бірнеше паттерн бар. Herringbone деген бар. Бұл америкалық паркет, қателеспесем. Мына Bevel'ды алып тастай салайын. Америкалық паркет. Үшіншісі Chevron, бұл бізге керек французский паркет. Одан кейінгісі Basket Wave. Одан кейінгісі Hexagon, яғни 6 бұрыштар. Бұлардың да өздерінің параметрлері бар, радиусы, арақашықтығы деген секілді. Ал бізге керегі қазір Chevron, яғни французский паркет. Бұның өлшемі стандартты length 600, ал ені 100 болу керек. Арақашықтығы 2 мм, 3 мм, 2 дей берек қазірше. Экструд бізге 10 мм қалыңдық жетеді. Bevel керек емес, енді бірақ біздің проект бойынша паркет былай қарап тұр. Яғни керісінше, мынаған 90 градусқа бұру керек бізге паркетті. Паркетті қалай бұрамыз? Флур генератордың ішінде не бар? Direction деген бөлімі бар. General бөлімінде direction деген параметр бар. Осыны 90 градус деп жазсақ, бізге 90 градусқа паркетімізді бұрып береді. Осылай біз паркетімізді бұрып ала аламыз, яғни бізде уже еден дайын болды.